Достар, сәлем, Let's Cook KZ каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше, дәмі керемет самса дайындаймыз. Ең бірінші қамыр елейміз. Ол үшін 750 грамм ұнды елеуішпен елеп аламыз. Енді 300 грамм суға 1 шай қасық тұз қосып, тұз ерігенше араластырамыз. Ұнның ортасын видеода көрсетілгендей ашамыз. Ашылған жерге алдымен еріген сары май, артынан судың 1/2-сын құямыз. Басында мінеки осылай қасықпен араластырамыз. Ал енді судың қалған жартысын құйып, қолға жабыспайтын қамыр елейміз. Ұн әркімде әртүрлі болғандықтан мүмкін сіздерге кішкене көбірек су керек болады. Сондықтан қамырыңызға қарап, судың мөлшерін қадағалаңыздар. Қамыр мінеки осындай, тым жұмсақ та, тым қатты да емес, орташа болуы керек. Қамырдың бетін жауып, тындыруға қоямыз. Ал өзіміз салмасын дайындаймыз. Ол үшін ет, картоп және қызанақты 4 бұрыштап майдалап тураймыз. Сіздерге мінеки жақыннан көрсетейін. Ал пияз бен майды өте ұсақ етіп тураймыз. Енді дәміне қарай тұздап, өзімізге ұнайтын дәмдеуіштерден қосамыз. Мен паприка, қара бұрыш, кориандр және кішкене зира қостым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінеки біздің салма дайын болды. Айтпақшы, салмаға кішкене су қоссаңыздар да болады. Қамырды 10-ға бөлеміз. Әр бөлікті домалатып, бетін жауып қоямыз. Осы қамырдан біз 9 самса жасаймыз, ал бір бөлігін әдемілеуге қалдырамыз. Енді әр домалақты видеода көрсетілгендей бөліп аламыз. Үлкенірек бөлігін жұқалап жайып, оған 3-4 ас қасықтай салмадан саламыз. Енді мінеки оны осылай өздеріңіз көріп тұрғандай түйіп аламыз. Артық қамырды кесеміз. Ол бізге кейінірек керек болады. Кішірек қамырды да жайып, самсаның астына қоямыз. Енді жаңағы самсаны әдемілеуге қалдырған бір домалақты жұқа етіп жайып аламыз. Сосын оны мінеки осылай кесеміз. Кесілген қамырды видеода көрсетілгендей қолымызбен айналдырамыз. Осындай қамырдың екеуін алып, екі ұшын бір-біріне жабыстырып, орап бастаймыз. Енді осы оралған қамырды самсаның үстіне қоямыз. Самсадан қалған кішкене артық қамырды да домалатып, бетіне қоямыз. Мінеки достар, ерекше үлгідегі самса дайын. Соңында бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қаласаңыздар, соңында күнжіт пен мак шашсаңыздар да болады. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште бірінші астында, кейін үстінде 50-55 минуттай пісіреміз. Мінеки достар, самса дайын, өте әдемі болып шықты. Қазір кесіп дәмін көреміз. Ішіндегі картоп та, ет те толық пісіп шыққан достар. Дәмі енді керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер.